ардақтаған студияда Мөлдір Абдырайым 6 қыркүйек сәрсенбіге арнаған ауа райы болжамын ұсынам. Солтүстікте Петропавл мен Павлодарда күн күркіреп жауын жауады. Күндіз 14, түнде Петропавлда 6, Павлодарда 9 градус жылы болады. Қостанай мен Көкшетауда күн ала бұлтты, термометр бағаны күндіз 13-15, түнде 7 градус жылыны көрсетеді. Орталықта күн бұлттан ат Қарағандыда күндіз 14, түнде 7, Жезқазғанда күндіз 20, түнде 9 градус нөлден жоғары болады. Шығыста күн күркіреп жауын жауады. Сынап бағанасы Семей мен Өскеменде түнде 9, күндіз 18-19 градусқа дейін көтеріледі. Батыста Оралда ғана найзағай ойнап жауын жауы ықтимал, күндіз +27, түнде +11. Ауа температурасы Ақтөбеде күндіз 24, түнде 12 градус жылы болады. Атырау мен Ақтауда сынап бағанасы күндіз 27-29, түнде 17-19 градус жылыны көрсетеді. Оңтүстікте күн ала бұлтты, Талдықорғанда күндіз +21, түнде 6, Қонаевта күндіз 22, түнде 12 градус жылыны көрсетеді. Термометр бағаны Қызылорда мен Түркістанда түнде 13, күндіз 25-26 градусқа дейін көтеріледі. Ал Таразда күндіз 24, түнде 10 градус жылы болады. Мегаполистерде көшпелі бұлт шығады. Шымкентте күндіз +25, түнде +11, Алматыда ауа температурасы күндіз 22, түнде 12 градус жылыны көрсетеді. Астанада жаңбыр жауады, күндіз 15, түнде 7 градус нөлден жоғары болады. Назарларыңызға рахмет, ұлттық арна қосулы болсын.